Қайырлы күн. Сіздермен мен бүгін еңбек компаниясының қазанымен бөліскім келіп тұр. Сол қазанға бірнеше тағамды қосып пісіре беруге болады. Қазанымызға қазымызды саламыз. Одан кейін етімізді саламыз. Етіміз бен қазымызды салдық, одан кейін балығымызды саламыз. Бұның бір кереметтілігі қазының дәмі етке, еттің дәмі балыққа ешқандай да қосылып кетпейді, бәрін бірге пісіре береміз. Одан кейін мына жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салып алдық. Одан кейін бұның несінде мынандай өзінің несі болады, соны қоямыз. Қойып алдық. Күрішімізді саламыз. Мұнда ортасына қойып қоямыз. Күріштен кейін картоплымызды саламыз. Картоплымызды салдық, одан кейін сәбізімізді саламыз. Сәбізімізден кейін қызылшамызды саламыз. Бұлар бір-бірінің дәмін бір-біріне келтірмейді. Қызылшаның цветі картопқа, сәбізге кете береді, бірақ та дәмі, ол өзінің дәмі әрқайсысы өзінің дәмін ұстап тұрады. Дәмі ешқайсысына сіңіп кетпейді. Осынша ғана су құямыз. Суымызды құйдық. Күрішімізге кішкентай су құямыз. Қазанымыздың бетін жабамыз. Қазанымыздың бетін жаптық. Енді 15 минутқа қатты отқа қоямыз. Қатты отқа қойдық, 15 минут қатты отта тұрады. Ровно 45 минутта біздің тамағымыз дайын болады. Біздің қазанымыздағы тамағымыз пісті. Керемет. Күрішімізді алып аламыз. Өте керемет пісті. Барлығы да 45 минуттың ішінде біздің қазанымызға, еңбегіміздің қазанымызға осындай заттар бір қазанның ішінде пісіп шықты. Өте асқазанға пайдалы, өте жеңіл тағам. Мұны біздің қазанымызға дайындалған тамағымыз. Бірінші оливье салатымыз, винегрет салатымыз, одан кейін күріш, қазы, етіміз, балығымыз. Соның барлығы бір қазанда пісіп шықты. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.